Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім? Мен қазір бауыр қуырдақ тағамын дайындайтын боламын. Ол үшін бізге пияз және бауыр қажет. Бірінші пиязды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Және де пікір жазыңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар. Күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Міне пиязымызды турап болдық. Енді келесі кезекте бауырды турап аламыз. Бұл жерде қойдың бауыры. Қажет емес жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз. Бауырды осылай жіңішке етіп турап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Енді отқа тапаны қойып, өзімізге қажетті мөлшерде сұйық май құямыз. Май қызды, үстіне пиязды салып қуырамыз. Пиязымызды осылай жақсылап қуырып аламыз. Бұл тағам 10-15 минутта тез дайын болатын тағам түрі. Енді осының үстіне 2-3 түйір чеснокты майдалап турап саламыз. Және де 1-2 помидорды да осылай турап саламыз. Енді араластырамыз. Бұны да аздап қуырып аламыз. Қатты қуырып жіберудің қажеті жоқ, шамалы ғана қуырамыз. Міне дайын болды. Енді осының үстіне дайын турап қойған бауырды саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Шашликтің приправасын саламыз. Бұны енді салмасаңыз да болады, өз қалауыңыз. Енді жақсылап араластырамыз. Енді қақпағын жауып, 2 минут қана ұстаймыз. Бауырды көп ұстауға болмайды, тез пісетін болғандықтан. Егер де қатып кетсе, дәмі жақсы болмай қалады. Бауыр жұмсақ болып пісу керек. Міне тағы да бір араластырып, оттың астын өшіріп, өзінің буында тағы да 1-2 минут ұстаймыз. Міне осымен тағам дайын болды. Бауыр жұмсақ, былбырап пісті. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.